Таңқурай тосабы. Сәлем достар, бүгінгі видеода таңқурай тосабын жасайтын боламыз. 2 келі таңқурайымызға 2,5 келі шекер қолдандым. Таңқурай тосабын жасаудың бірнеше түрі бар. Бүгінгі видеода қайнатылған тосап дайындайтын боламыз. Шекеріміз бен шидегімізді блендердің көмегімен араластырып езіп аламыз. Екінші бөлігін шекеріміз бен шидегімізді қасықтың көмегімен араластырып дайындап аламыз. Толық дайындалу жолын описание бөліміне жазып қалдырамын. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Шекеріміз бен шидегімізді араластырып 3 сағатқа қойып қоямыз. 3 сағаттан соң банкаларымызға құйып, мұздатқышқа сақтап қоюымызға болады. Бүгінгі видеода қайнатылған тосап жасайтын болғандықтан, екеуін араластырып 3 сағатқа қойып қоямыз. Қайнатылған тосапты бөлме температурасында сақтауға болады. Тосапты қайнату үшін ыдысымыз кеңірек, үлкенірек болуы қажет. Орташа отта қайнататын боламыз. Таңқурай тосабы қыс мезгілінде тұмаурап қалған жағдайда көмектеседі. Таңқурайымыздың аңқыған иісі шайымызға ерекше дәм береді. Қайнап шыққан соң, тосабымыздың көбігін міндетті түрде түгелдей алып шығамыз. Достар, өздеріңіздің қалауларыңызбен шидектерді түгелдей блендермен езіп алуға болады. Немесе қасықтың көмегімен араластырып алған шидегіміз бен шекерімізді қайнатуға болады. Мен бүгінгі видеода екеуін араластырып жасайтын боламын. Қайнап шыққан соң 10 минутта жай отта қайнатамыз. 10 минут демалдырып, 5 минут қайта қайнатамыз. Тазартылып жуылған банкаларымызды құрғатып, 10 минутқа 100 градуста духовкада залалсыздандырып аламыз. Темір қақпақтарымызды 5 минутқа қайнатып аламыз. Дайын болған тосабымызды залалсыздандырылған банкаларымызға құйып, қақпағын жақсылап бекітетін боламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Дәмді, пайдалы тосабымыз дайын. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Қарлығаш.